Токугава Иясудун жатқан жеріне бара жатырмыз. Сол жерге келе жатырмыз. Және де бұл храмды байқағаныңыздай өте үлкен. Оны Токугава Иясы біздің Абылай хан сияқты жапондардың барлықтарын қосқан адам болып саналатындықтан, ол жаңағы сол жері сол кездегі өмір сүрген феодалдар Жапонияның жерін бөліп алып кетпеу үшін мынандай бұйрық береді. Өлгеннен кейін өте үлкен, мысалы Токугава Иясудың атында сол храмды 20 жылда салсын деген бұйрық береді. Бірақ ақырда даймиолар өте көп адамдарды жинап, бұл храмды 17 ақ айдап береді. Салдыртып тастауға жеткілікті болып тұрған. Қазақтарда бар емес пе бұрынғы неден қалыптасқан, сәнәшілдіктен қалыптасқан. Тура сол сияқты жапондарда да синтоизмде өздерінің тілектерін, жақсы бақыт болсын деген сияқты, бәрі күшті болсын, керемет болсын, денсаулық болсын деген сөздердің барлықтарын жазылған. Жапонша осыны жақсы тілектермен, жақсы көңіл күймен осы ағаштарға байлау керек. Сол кезде бұл ағаштар жел үрлеген кезде Құдайға дейін осы тілегіміз барады деген ойда. Және қана жаңбыр жауып тұрған болатын, бірақ түсті. Ура! Енді тамақ ішіп алсақ, одан да бақытты болады. Иә, таңертеңнен бері тоқтамастан жауған жаңбыр ақыры тоқтады, күн шықты. Келдік. Мынадай жапондық тағамнан тапсырыс бердім. Мына осы Ас болсын. Тағамның құрамымен таныстырып өтсеңіз. Жаңағы сәтте айтып тұрғаны бұл мисо-суп. Сосын мына жерде неше түрлі мынау жұмыртқа, мынау екеуі жұмыртқа. Сосын мына жерде неше түрлі жапондардың өздеріне ғана мәлім шөп шалан. Оны жеп көреміз қазір. Сосын мынау астында деген күріш, сонымен қоса креветкалар мен мына сыртында соус. Жеп көреміз. Ас болсын. Қыздар қайда жол тарттыңдар? Біз қайтып бара жатырмыз Токиоға. Токиодан ары қарай өзіміздің Цукубамызға қайтамыз. Ауылымызға. Токиодан ары қарай болғанда Токиоға Жетпей Китасенджу деген станциядан ары қарай өзіміздің Цукубамызға баратын Цукуба экспресс деп аталатын электричкамызға отырамыз. Сөйтіп өзіміздің Цукуба ауылымызға барамыз.